Арма достар, эфирде ревью бағдарламасы. Дохада қош боксшымыз Олимпиадаға жолдама алды. Асхат Садырбай келіншегін достарынан неге жасырды? Саяхатқа 30 миллион доллар шашу. Сөз емес, Бейонсе мен Джей-Зи әлем аралауда қаржыларын аяп қалмады. Openway қазылары жас сәнгер Қарагөз Нұрды Миланға аттандырмақ. Әлем тағатсыздана күткен Қара Месса картинасы үлкен экранға жол тартты. Жұлдыздардың басқан әр қадамын тінтіп үлгеретін қырағы папараццилардың көзіне бұл жолы Джонни Депп ілігіпті. Кәрілікке бой бермей жүрген актер бетін тілгілеген әжімдерге қалайша сәп салмаған деп таңырқасты олар. Таяуда ғана Эмбер Хёрдпен ота құрған Джонни Деппке қартайдың деп таслақтырған жөн болмас. Әлі де талай сұлудың арманы болып жүрген актер Қара Мессаның тұсаукесеріне сұлу жұбайын ерте келген. Айтып айтпай не керек, өмірде де кадрда да актердің бетін қалың әжім басқаны көрініп ақ тұр. Мұндайда тек жас қыздарға көз қырын салып жүретін әріптесі Микки-Рурктан үлгі алу керек еді. Бұл мен үшін ерекше рөл болды. Бетімді әрлеу үшін күніне 4 сағат кететін. Ал шаш үлгісі ше. Джон Траволтаның өзі қызғаныштан жарылар еді. Картина адамдарды аса жауыздықпен өлтіретін ұйымдасқан қылмыстық топтың белді мүшесі туралы. Ол сондай-ақ ФБР-дің құпия тыңшысы қызметінде атқаратын көрінеді. Детективті картинада Бенедикт Камбербэтчке де сүбелі рөл бұйырыпты. Атыс шабыс жанрында таспаланған картиналарды жаным сүйеді. Мұндай түсірілімдерден аларыңда мол. Сахналық әріптесің Джоннидің өзі болса тіпті жақсы. Бір аптадан кейін Қара Месса қазақстандық көрерменге де жол тартады. Дәл сол кезде кәрілік алқымдаған Депптің бейнесіне біз де куә бола аламыз. Құралай Нұрқаділова, Аида Кауменова, Салтанат Баймұхамедова сынды отандық сән сахнасы саңлақтарын өкшелеп, олардан басып озуға шама шарқы жетер жас дизайнерлер бар ма? Қазақстан Fashion Week аясында осыны анықтамақ болған мамандарға күмәндануға да таңдай қағуға да тура келді. 5-ші рет жалауын көтерген жас сәнгерлер сайысы танылып үлгерген тәжірибелі әріптестерінің топтамаларымен салыстырғанда әлдеқайда бөлек, өзінше ерекше. Мұнда қатып қалған қағида жоқ. Қиялға шекте қоймаған дизайнерлер іш көйлектен бастап бағалы ішіктерге дейін тігіпті. Әділқазылар олардың көз майын тауысып жасаған дүниелерін шығармашылық идеясына, оның орындалу шеберлігі мен түстерді ұтымды үйлестіре алуына байланысты бағалады. Кез келген топтаманың концепциясы болу тиіс. Оны мамандар ғана емес, сәнге қатысы жоқ көрерменнің өзі айқын аңғаруы керек. Сол кезде дизайнердің жұмысы жоғары бағаланады. Жас дизайнерлердің көзқарасы ерекше. Олар тіпті алдыңғы аға буынға түрткі болды. Сән әлеміне әлі жаңалық енгізуге болатынын түсінеді. Өзінің аз дегем тарихында Малика Усопова, Айдана Қожагелдина, Бота Бақшансында дизайнерлердің есімін елге тантқан Openway'де бұл жолы Қарагөз Нұрлыбаева оқ-бой озық шықты. Құрақтың жасалуын негізге алып, заманауи көйлек үлгісін ұсынған сәнгер көпшіліктің таңданысын туындатқан дүниелерін енді миландық сәнқойларға таныстыруға мүмкіндік алды. Түкті маталар мен бөзді қолдану арқылы киімдер тігілді. Ал декорды тек ашық түстерді қолдану арқылы жасадым. Менің осы өзіндік қолтаңбам жеңіске жетуіме жәрдемдескен сияқты. Қазылар отандық жас сәнгерлердің намысын Римде қорғауға Лина Парфентьева лайық деп тапты. Менің жасаған дүниелерім ыңғайлы, күнделікті киюге лайықты. Ұтымды болғаны үйлеспейтін ашық түстерді сәйкестендіре алғандығымда шығар. Бұл подиум үші жас дизайнердің ішінен ілгері шыққан біразына халықаралық сән сахналарына жолдама берді. Тіпті оларды енді келер жылғы Қазақстан Fashion Week'тен де тамашалайтын боламыз. Отандық дизайнерлердің қатары да толықты. Адема Сейфулла, Рыспай Ақыш, ревью жаңалықтары. Сайгүлік мініп аламанның алды болу, күші мен ақылына сүйеніп, жеңіс дәмін тата білу қазақтың 1000 жылдық болмысы. Тарас төрінен естілген тұлпарлар дүбірі мен атан түйені салмақ көрмес палуандардың өнері қазақ хандығының 550 тойының құты болды. Мыңдаған жанкүйердің жүрегін тулатқан көшпенділер шоуына ревью бағдарламасы да баруды ұмытқан жоқ. Қазақ хандығының 550 жылдық тойынан ұлттық спорттық ойындар шет қалмады. Тойға келушілерді әнмен қарсы алған ұйымдастырушылар көпшіліктің құмарын тарқату үшін көкпар, жамбы ату, теңге ілу сынды ұлттық ойындарымыздан керемет көшпенділер шоуын жасады. Тараз қаласының шетіндегі атшабар алаңына сыймаған жұрт ат құлағында ойнаған шеберлердің өнеріне тіпті қыр басынан көз тіккен болатын.
Мерекелей келгендерде мейірлі шуағын аямаған күннің астында қаны тасыған жұрт 80-ге таяп қалған шабандоздың өнеріне тәнті болды. Серкені жерден сескенбей ілуден 20 жасар жігітті қапы қалдыратын 80-ге таяған ақсақалдың ат үстіндегі қимылдары жылқы құмар ағайынды бір марқайтты. Бұл сергектігімен жас кезінен осы атқа құмар болдым. Атпен сол көкпар шабып сол 80 жылдан 91 жылдың Союздың Қазақстан командасының капитаны болдым. Атты игере білудегі икемділігін көрсеткен жігіттерге алақаны қызғанша қол соққан көпті енді сәйгүліктердің сайысы қарсалды. Қазан аттардың тұяқ дүбірін естігенде ішкенасын жерге қоятын көпшіліктің назары ұшқыр жарыс, топ бәйге, аламан бәйгеге келген тұлпарларда болатын. Киелі Тарас төрінде жатқан Қазақ хандығының 550 жылдық мерейтойы ұлттық спорт ойындарымен жалғасын табуда. Ал ең қызықтысы 31 шақырымдық аламан бәйге бірінші орынға 10 миллион теңге. Ал жүлделі орын болса жетеу. Республиканың түкпір-түкпірінен келген қанатты тұлпарлардың шабысын қызықтауға атшабар алаңына 10 мыңнан астам халық жиналып отыр. Мәреге қарап, өз тұлпарының тілеуін тілеген мыңдардың үміті әркімнің өз ішінде. Той ал атсыз той емес. Оның үстіне Қазақ хандығының 550 жылдығы дегенде, бұл нағыз ат ойындарының салтанат құратын жері. Енді бүкіл алталастың алты бұрышынан небір аттар, небір тұлпарлар келіп жатыр. Жаңағы бәйге тегіп жатыр. Зиді келіп жатыр. Ұшқыр жарыстан үздік шыққан тұлпар 3 миллионды еншіледі. 21 шақырымдық топ бәйгеде Әлинұр Назарбаевтың екі тұлпары үздіктер қатарына кірді. Құны $75 мың тұратын қозы күрең жүйрігі топ бәйгеде топ жарып 5 миллион теңгені жеңіп алды. Той төресі төрде отырады. Ұлы дүрмектің эстафетасы қақпақ жауырынды балуандарға да келіп жетті. Тараз қаласында өткен Еуразия барысын тамашалауға келген жұртта есеп жоқ. Әлемнің 8 елінен қатысушылар келген сайыста бәсеке өте жоғары болды. Қазақ күресінен қаржы аямайтын демеушілер бұл жолы қоржын аузын буып қалған секілді. Қазақстан барысынан қанжығасына $150 мың байлаған. Осы жолы ел туын алып шыққан Бейбіт Ыстыбаев ақша үшін белдесуді ар санайтынын айтты. Тек қана мәселе ақшада емес, бұл жерде елдің намысы, жердің намысы, халқың ең бірінші халық көк туымыз тұр. Сол бізге ең бірінші көк туым желбіресе, содан басқа ақшада бақыт деген жоқ деп ойлаймын бұл жерде. Өзіміздің күресімізді еліміздің ішінде дамытып алуымыз керек. Нөмір бірінші спорт қылуымыз керек. Және қыруар ақша бөлініп жатыр үкімет тарапынан. Сол ақша көбінің бөлігі еліміздің ішінде қалу керек. Өзіміздің азаматтарымыздың қанжығасына байлану керек деп ойлаймын. Үшінші орынға таласқан грузиялықтар ресейлік палуандарды қапы қалдырды. Финалда Қазақстан Өзбекстанның белді жігіттерін 5-2 есебімен тізе бүктірді. Жет салмақ дәрежесінде сынға түскен палуандар боз кілемнің шаңын қақты. Қап тауынан келген грузиялықтар 3,5 миллион, ала шапанды өзбек ағайындар 7,5 миллион теңге алып қайтты. Бейбіттің салмағын басқан Айбек Нұғымаров өзбек палуанына тізе бүкті. Осылайша егеменді елдің ерен ұрпақтары ақ ниетін ағытып, қаны тамырында тулап, баба мұратын орындап, көңілі теңіздей шалқып, өткерген ұлы той өз мәресіне жетті. Келгенде арманда, келмегенде арманда. Серік Ноянбайұлы, Ерлан Абдуалиев, ревю жаңалықтары. Катардың Доха қаласында бокстан өтіп жатқан әлем чемпионатында қазақстандық Қосбірдей Бұлғары қолғап шебері финалға шықты. Риода өтетін Олимпиада жолдамасы сарапқа салынатын бұл бәсеке қазір күллі әлем назарында. Ел үмітін арқалап кеткен біздің жігіттердің жеңісі туралы тілшіміз тарқатады. Қазақстан Дохада өтіп жатқан 2015 жылғы әлем чемпионатына 8 боксшы аттандырған. Құраманың бас бапкері Мырзағали Айтжанов жігіттермен 4 олимпиада жолдамасын 2 алтын медаль алуды мақсат еткен болатын. 69 келіде өнер көрсеткен Данияр Елеусінов жартылай финалда әзірбайжандық Парвиз Бакировты айқын жеңсе, ауыр салмақтағы Иван Дычко өзбек боксшысы Бахадир Джулаловты 2-1 есебімен ұтып олимпиада жолдамасын қанжығаларына байлады. Финалда алтын үшін Данияр Марокко спортшысы Мухаммад Рабимен, Иван болса француздық Тони Йокамен таласқа түседі. Қос боксшымыз алтын еншілеп абыроймен ораларына қалың ел үлкен сенім артып отыр. Жер бетіндегі миллиондардың сүйікті қаһарманына айналған отандасымыз Геннадий Головкинге арналған жаңа бейнебаян шықты. Америкалық рэп орындаушылары Марио Руиз бен Омар Круздің бұл жерлесімізге арнаған үшінші музыкалық туындылары «Соғыс құдайы» деген атпен тарту етілген композиция желбіреген көк байрағымыздың фонында орындалады. Ән 17 қазанда бокс меккесі саналатын Мэдисон Сквер Гарденде Головкин мен Давид Ламиенің чемпиондық белбеулері сарапқа түсетін жекпе-жекке арнайы жазылған. Геннадийдің кәсіпқой бокстағы мансабында бұл канадалық ең мықты қарсылас болып отыр. Отандасымызды қолдау мақсатында қазақстандық әскерилер де сый жасап 3G әріпін бейнелеп сап түзеген болатын. And now, ladies and gentlemen, hailing from Karaganda, Kazakhstan.
Әскерилерimiz елге тағы бір тарту жасады. Оңтүстік Кореяның Мунгён қаласында өткен бүкіл әлемдік әскерилер ойында Қазақстан қарулы күштерінің құрамасы 130 елдің арасынан 12-ші орынға тұрақтады. Мықтылардың қатарына енген біздің сарбаздар барлығы 13 медаль, 4 алтын, 3 күміс және 6 қоланы қоржындарына салған. Қатардағы жауынгерлер боксшы Елдос Сарқолов, Асланбек Шымбергенов, таеквондодан Нұрсұлтан Мамаев, еркін күресте Мейрамбек Айнағұлов алтыннан алқа тағынды. Әскери қызметкерлер арасындағы айтулы бәсеке Олимпиада ойындары секілді 4 жылда бір рет туын тігеді. 11 спорт түрінен өткен 8500 спортшы қатысқан бұл додаға Қазақстан үздік 58 әскериді баптап әкелген. Серік Ноянбайұлы, Ревю жаңалықтары. Біз бағдарламаны әрі қарай жалғастырамыз. Елдегі телевизиялық жобалардың дамуына үлес қосып жүрген танымал тележүргізуші, белсенді блогер Асхат Садырбай екінші рет шаңырақ көтерді. Бір қызығы күйеу жігіттің достары жас келінді той үстінде бірінші рет көрген. Журналистің отау құрған туралы жаңалықты естіген Казнет қолданушылары екіге бөлініп пікірлерін жаудырды. Беті ашылып, босағаға аттаған ақ келінді күйеу жігіт жақын достарымен бұрын соңды таныстырмапты. Отандық жұлдыздардың өміріндегі елең еткізер жаңалықтарды бұқараға бірінші боп жариялайтын Асхат мырза жеке өміріне қатысты құпияны ешкімге тіс жармай сақтаған екен. Танымаймын да, көрген жоқпын да, Асхат көрсетпейді бізге. Шындайдан білмеймін. Бүгін бірінші рет көріп отырма едім. Асхат жалпы ондай нәрсені былайша айтқанда афишировать ете бермейді. Танымайсың деді, көресің тойда деді, болды. Асхат Ерке Есмаханмен ажырасқалы бері жеке өмірін құпия ұстауды жөн көрді ме екен, кім білсін. Ал сырт көзден жасырып жүрген ендігі жарын көпшілікпен тек отау құрар алдында таныстырды. Жұбайымның жанында көріп тұрсыздар, есім Айғаным. Мамандығы болашақ логист, яғни тасымалдауды ұйымдастыру және көлік қозғалысын басқару. Меркі қаласының Ақтоған ауылының тұрғыны, тумасы. Алматыда таныстық, осы Алматыда қазіргі таңда бірге тұрып жатырмыз. Жаңалығын Асхат мырза Инстаграм арқылы тойға бірнеше сағат қалғанда жариялады. Бұл жаңалық жұртты бейжай қалдырмады. Екінші рет отбасын құрғалы жатқан журналистің оқырмандары қақ жарылып, бірі даттап, бірі жақтауға білек сыбана кірісті. Еркеша екеуінің мінездері сәйкес келмеген шығар, бақытты болсын. Асхаттың әйелі Еркедей красавицаға жету қайда? Еркемен ажырастым деп үйленбей қоймайды ғой, өмір жалғасып жатыр. Бақытты болсын. Бір-бірлеріңізді адаспай тапқан қосақ қу секілді. Махаббат айдынында бірге жүзе беріңіздер. Таяқтың бір ұшы Асхаттың экс-жұбайына да оңдырмай тиді. Ерке де қарап отырмай дүрліккендерге кеткен күн өткен өмірдің еншісінде деп жауап қатты. Бұл кісімен ортақ шешімге келіп ажырастық. Бала үшін де бірге тұру мүмкін емес жағдай бастан өтті. Асхаттың қуанышына ортақтасып, өмірдегі де өнердегі де ағасы Лұқпан Жолдасов келді. Тек өнерін паш етумен шектелмей, жас жұбайларға қандай сый арқалап келгенін де айтты. Өзіміздің өнердің ортасында бір өзіміздің определенный бір неміз бар. Ставкамыз бар деп атсақ. Соны бәріміз кішкене болса жас семьяға не болсын деп конвертпен бере салған дұрыс көреміз негізінде. Қош, ең бастысы қазақ отбасыларының саны тағы бір жас отаумен толықты. Көп балалы болу кез келген ер азаматтың арманы деп ойлаймын. Сол арманымызды іске асыру енді алдағы мақсат. Ендеше жас жұбайлар қазақтың санын көбейтуге де үлес қосады деп сенім артамыз. Абай Түзелбай, Ғани Қалуов, Ревю жаңалықтары. Жеке ұшақ жалдау, ең қымбат яхталармен саяхат жасау, эксклюзивті жеке жайлар үшін қыруар қаржы жарату. Джей-Зи мен Бейонсе дәл осылай 30 миллион долларын жұмсап жіберіпті. Ел аралауда сараңдыққа жол бермейтін жұлдызды жұп таяуда ажырасады дегені қайда? Абырой болғанда Бейонсе мен Джей-Зидің жолдары екіге айырылады дегендердің болжамы расталмады. Оларды айырылысудың қамы емес, бос уақыттарын жан қалауларынша өткізудің жайы көбірек толғандырады. Биыл Италия, Франция, Таиланд пен Гавайи аралдарына сапар шегіп, жерорта теңізін яхтамен шарлаған Блю Айвидің ата-анасы 30 миллион долларды құрдымға кетіргендеріне еш өкінбейді. Отбасылық бюджетке жылына 600 миллион кіріс алып келген өнер иелері үшін бұл сома түкке тұрғысыз көрінуі түсінікті. Кейт Бланшетт саяхаттауға қыруар қаржы жұмсамаса да аса бақытты. Себебі таяуда ғана асырап алған қызы Эдитті жанынан бір ел тастамай ертіп жүретін болған. Тіпті папарацциден тығылмай, керісінше қуанышты жүзін барша әлем көрсін деген кейіп танытты.
Анджелина Джоли мен Брэд Питттің қыдыруға зауқы да, уақыты да жоқ. Себебі сүйіктісінің күн санап көз алдында солып бара жатқаны актерді алаңдатады. Ол Энджиге салмақ қосуға жәрдемдесетін аспаз бен жаттықтырушы жалдап сыр жүгіріп жүргенмен бұл көмекті қабылдауға актриса құлықты емес. Сол себепті де Брэд тез арада ауруханаға жатып емделмесең сенімен ажырасамын деген шарт қойыпты. Таяуда Рита Ора мен Майли Сайрустың ортақ шығармашылығына куә боламыз. Олар жұртқа ұсынбақ туынды талайды тамсандырған Леди Мармелад әнінің кавер нұсқасы. Бұған дейін хит туындыны қайта шырқағандардың көшін бастаймыз деп өз күштеріне аса сеніммен қараған актриса мен әншінің тандемін асыға күтеміз. Әдема Сейфулла, ревю жаңалықтары. Жапон көсі деген ұғымның барын таяуда білдім. Күншығыс еліндегі бұл мезгіл несімен ерекшеленеді деген сұрақ мазалап жүрген болатын. Музыка және музыка. Самурайлар ұрпағы көзді әуен арқылы сезінетін көрінеді. Классикалық музыка айықпас дертті де жеңе алады деген ұстанымының арқасында танымалдылыққа қол жеткізген Кен Айсо әдетте жанына дауа іздеген жандар үшін өнер көрсетуді жақсы көреді. Төрткүл дүниені өз концерттерімен шарлаудан жалықпайтын музыканттың тығыз кестесінен уақыт тауып Алматыға арнайы ат басын бұруы дәстүрлі Жапон күзі фестиваліне ерекше әр берді. Қазақстандық музыканттармен бірлесіп халық композиторларының туындыларын назарға ұсынған Кен Айсо біздің әуенге ғашық болып қалғанын айтады. Бұл туындыларды әлемдік сахналарға да алып шығу жайын ойластырып жүр екен. Стараемся, чтобы жапониялық қонақтарды мәдениетімізбен таныстыруға тырыстық. Оларға қазақ тіліндегі туындылардың кейбірін жаттап алуға ұсындық. Оны меңгеріп кетуі қиын болды, бірақ үйрету қолдан келді. Кен Айсо бізбен сұхбат барысында біраз сыр ашты. Айтуынша, скрипканы меңгеруді ерте жастан бастауы балалық шағын ұрлаған. Есесіне, бүгін ол әлемдегі ең бақуатты музыканттардың бірі. Болмашыға уақыт бөлмеуінің арқасында қазір ол төрткүл дүниенің ең атақты сахналарында өнер көрсетуге үлгереді. Скрипкада ойнауды 4 жастан бастадым. Қатарластарым далада асыр салып жүргенде, ата-анам тәуліктің басым бөлігін аспапты меңгеруге жұмсауымды талап ететін. Сол еңбекпен қанымнан дарыған музыкаға ынтамның арқасында дәл бүгінгі кәсіби деңгейге жеттім. Дегенмен перзентіңізді музыкаға баулуға бел бусаңыз, оның бала болып ойнағысы келетінінде естен шығармаңыздаршы. Еліміздің музыканттардың өнеріне тәнті болып Аруғаладағы концертке келетін көрерменмен қауышқан Кен Айсоның ендігі арманы қазақтың қазыналы тойына бас сұғу. Тығыз ән сапар кестесінің салдарынан мақсат бұл жол орындалмапты. Десе де, музыкант Алматыға келесі сапарын тойға келу үшін жоспарламақ. Әдема Сейфулла, Виолетта Тельманова, Елдаш Құдайбергенов, ревю жаңалықтары. Қолайлы сәтте адреналин алуды артық көрмейтін жүргізуші үшін темір тұлпарының шабысын сынау парыз секілді. Алаңсыз жылдамдықта асыра сілтеу үшін қайда барған дұрыс? Ревью тілшісі анықтап көрді. Еркіндік пен сергектікті талап ететін жылдам көлік айдау үрдісіне қатысты қала көшелерінде орын алып жататын оқыс оқиғалар тізбегі ойға қалдыратыны бар. Жақында Әл-Фараби даңғылында өздерін Форсаж фильмінің бас кейіпкерлері сезінген қос жүргізуші көлікті шыр көбелек айналдырудың қас шебері екендерін паш етуге тырысқан. Қауіпсіздік дегенді ысырып қойған қолсаба заң алдында тиісті жазасын алып, айыптарын қомақты сомамен өтеді. Бұл оқиға жылдам жүргіштерді уақытша тежеуге мәжбүрлегенімен мәселені түбегейлі шеше алмайды. Көзіңіз жиылған жұртқа түсіп, мұрныңызға күйген резеңкенің иісі келсе, бұл жердегілерді бейбастық жасап жатқан бұзақылар тобы деп қалмаңыз. Олар жылдамдықты заң шеңберінен асырмайтын кәсіби автожүргізушілер. Қала көшелерінде жол көлік оқиғасының ықтималдығын арттырып, тәртіпке пысқырмайтындарға көз қарастары да сергек. Сейчас у нас есть возможность. Олар көлік жүргізе алмайтындар, тек көзге түсуге құмартып жүрген мақтаншақтар деп есептеймін. Бізде қазір дайындық жасауға, көлік жүргізуді арнайы тас жолдарда үйренуге жақсы мүмкіндіктер бар. Алматыдан 70 шақырым жердегі арнай жабдықталған алаңға жиналған жұрт көз жауын алар қымбат автоларға адреналин алатын экстремалды қызықтар жәрмеңкесіне тап болды. Үздіктерді анықтау үшін мұнда ағылған көлік иелері құлақ тұндыратын мотор үнінен, дөңгелектерден шыққан көк түтіннен құралған ұмытылмас көрініс ұсынды. Қаны тулап, бойы қызған жүргізушілер ұтқыр уақыт көрсетіп, мәреге қара үзіп келуге асығады.
Можно приехать, погонять. Мұнда келіп, тер шығарып, жылдамдықты асырып, адреналин алуға болады, сосын қалада тыныш жүре бересің. Кезек дрифт өнерінің жілігін шағып майын ішкендерге келді. Жылдамдық пен тежегіштің арасындағы тепе-теңдікті сақтап, көлікті жыландай иірген жігіттер өнері көрермендерге майдай жақты. Қозғалысы мың болған авто ішінде отырып көруді арман етушілердің де тілегі орындалды. Басты насихат қауіпсіздік пен заң талаптары. Иә, бұл қорқынышты болды. Здесь все оборудовано, здесь. Мұнда барлық жағдай жасалған, құтқарушылар да бар. Сондықтан жылдамдықты сүйетін қауымға өз шеберліктеріңді арнайы жабдықталған алаңдарда шыңдауға кеңес беремін. Дрифт өнеріде көп уақыттық тәжірибе мен төзімділікті, қырағылықты талап етеді. Экстремалды бағытқа бет бұрушы, әркез жаны шүберекке түйіп жүрерін ұмытпаған абзал. Темір тұлпардың құлағында ойнап, жақындарыңды өнеріңмен тәнті ету үшін заңды белден басудың қажеті шамалы. Желмен жарысқан көлігіңді сайлап, алаңға кел. Серік Ноянбайұлы, Рыспай Ақыш, ревью жаңалықтары. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай. Ревью бағдарламасын үзбей көріңіздер. Есендікте жүздескенше. Арма достар, эфирде ревью бағдарламасы. Дохада қош боксшымыз Олимпиадаға жолдама алды. Асхат Садырбай келіншегін достарынан неге жасырды? Саяхатқа $30 миллион шашу. Сөз емес, Бейонсе мен Джей-Зи әлем аралауда қаржыларын аяп қалмады. Openway қазылары жас сәнгер Қарагөз Нұрды Миланға аттандырмақ. Әлем тағатсыздана күткен Қара Месса картинасы үлкен экранға жол тартты. Жұлдыздардың басқан әр қадамын тінтіп үлгеретін қырағы папараццилардың көзіне бұл жолы Джонни Депп ілігіпті. Кәрілікке бой бермей жүрген актер бетін тілгілеген әжімдерге қалайша сәп салмаған деп таңырқасты олар. Таяуда ғана Эмбер Хёрдпен отақ ұрған Джонни Деппке қартайдың деп таслақтырған жөн болмас. Әлі де талай сұлудың арманы болып жүрген актер Қара Мессаның тұсаукесеріне сұлу жұбайын ерте келген. Айтып айтпай не керек, өмірде де кадрда да актердің бетін қалың әжім басқаны көрініп ақ тұр. Мұндайда тек жас қыздарға көз қырын салып жүретін әріптесі меккирургтан үлгі алу керек еді. Бұл мен үшін ерекше рөл болды. Бетімді әрлеу үшін күніне 4 сағат кететін. Ал шаш үлгісі ше. Джон Траволтаның өзі қызғаныштан жарылар еді. Картина адамдарды аса жауыздықпен өлтіретін ұйымдасқан қылмыстық топтың белді мүшесі туралы. Ол сондай-ақ ФБР-дің құпия тыңшысы қызметінде атқаратын көрінеді. Детективті картинада Бенедикт Камбербэтчке де сүбелі рөл бұйырыпты. Атыс шабыс жанрында таспаланған картиналарды жаным сүйеді. Мұндай түсірілімдерден аларыңда мол. Сахналық әріптесің Джоннидің өзі болса тіпті жақса. Бір аптадан кейін Қара Месса қазақстандық көрерменге де жол тартады. Дәл сол кезде кәрілік алқымдаған Депптің бейнесіне бізде куә бола аламыз. Құралай Нұрқаділова, Аида Кауменова, Салтанат Баймұхамедова сынды отандық сән сахнасы саңлақтарын өкшелеп, олардан басып озуға шама шарқы жетер жас дизайнерлер бар ма? Қазақстан Fashion Week аясында осыны анықтамақ болған мамандарға күмәндануға да таңдайғауға да тура келді. 5-ші рет жалауын көтерген жас сәнгерлер сайысы танылып үлгерген тәжірибелі әріптестерінің топтамаларымен салыстырғанда әлдеқайда бөлек, өзінше ерекше. Мұнда қатып қалған қағида жоқ. Қиялға шекте қоймаған дизайнерлер іш көйлектен бастап бағалы ішіктерге дейін тігіпті. Әділқазылар олардың көз майын таусып жасаған дүниелерін шығармашылық идеясына, оның орындалу шеберлігі мен түстерді ұтымды үйлестіре алуына байланысты бағалады. Кез келген топтаманың концепциясы болу тиіс. Оны мамандар ғана емес, сәнге қатысы жоқ көрерменнің өзі айқын аңғаруы керек. Сол кезде дизайнердің жұмысы жоғары бағаланады. Жас дизайнерлердің көзқарасы ерекше. Олар тіпті алдыңғы аға буынға түрткі болды. Сән әлеміне әлі жаңалық енгізуге болатынын түсінеді. Өзінің аздыгем тарихында Малика Усопова, Айдана Қожагелдина, Бота Бақшансында дизайнерлердің есімін елге тантқан Openway'де бұл жолы Қарагөз Нұрлыбаева оқ-бой озық шықты. Құрақтың жасалуын негізге алып, заманауи көйлек үлгісін ұсынған сәнгер көпшіліктің таңданысын туындатқан дүниелерін енді миландық сәнқойларға таныстыруға мүмкіндік алды. Түкті маталар мен бөзді қолдану арқылы киімдер тігілді. Ал декорды тек ашық түстерді қолдану арқылы жасадым. Менің осы сенім артамыз. Абай Түзелбай, Ғани Қалуов, ревью жаңалықтары. Жеке ұшақ жалдау, ең қымбат яхталармен саяхат жасау, эксклюзивті жеке жайлар үшін қыруар қаржы жарату. Джей-Зи мен Бейонсе дәл осылай $30 миллион жұмсап жіберіпті. Ел аралауда сараңдыққа жол бермейтін жұлдызды жұп таяуда ажырасады дегені қайда?
Абырой болғанда Бейонсе мен Джей-Зидің жолдары екіге айырылады дегендердің болжамы расталмады. Оларды айырылысудың қамы емес, бос уақыттарын жан қалауларынша өткізудің жайы көбірек толғандырады. Биыл Италия, Франция, Таиланд пен Гавайи аралдарына сапар шегіп, жерорта теңізін яхтамен шарлаған Блю Айвидің ата-анасы $30 миллион құрдымға кетіргендеріне еш өкінбейді. Отбасылық бюджетке жылына $600 миллион кіріс алып келген өнер иелері үшін бұл сома түкке тұрғысыз көрінуі түсінікті. Кейт Бланшетт саяхаттауға қыруар қаржы жұмсамаса да аса бақытты, себебі таяуда ғана асырап алған қызы Эдитті жанынан бір ел тастамай ертіп жүретін болған. Тіпті папарацциден тығылмай, керісінше қуанышты жүзін барша әлем көрсін деген кейіп танытты. Анджелина Джоли мен Брэд Питттің қыдыруға зауқы да, уақыты да жоқ. Себебі сүйіктісінің күн санап көз алдында солып бара жатқаны актерді алаңдатады. Ол Энджиге салмақ қосуға жәрдемдесетін аспаз бен жаттықтырушы жалдап сыр жүгіріп жүргенмен, бұл көмекті қабылдауға актриса құлықты емес. Сол себепті де Брэд тез арада ауруханаға жатып, емделмесең сенімен ажырасамын деген шарт қойыпты. Таяуда Рита Ора мен Майли Сайрустың ортақ шығармашылығына куә боламыз. Олар жұртқа ұсынбақ туынды талайды тамсандырған Леди Мармелад әнінің кавер нұсқасы. Бұған дейін хит туындыны қайта шырқағандардың көшін бастаймыз деп өз күштеріне аса сеніммен қараған актриса мен әншінің тандемін асыға күтеміз. Әдема Сейфулла, ревю жаңалықтары. Жапон күзі деген ұғымның барын таяуда білдім. Күншығыс еліндегі бұл мезгіл несімен ерекшеленеді деген сұрақ мазалап жүрген болатын. Музыка және музыка. Самурайлар ұрпағы көзді әуен арқылы сезінетін көрінеді. Классикалық музыка айықпас дертті де жеңе алады деген ұстанымының арқасында танымалдылыққа қол жеткізген Кен Айсо әдетте жанына дауа іздеген жандар үшін өнер көрсетуді жақсы көреді. Төрткүл дүниені өз концерттерімен шарлаудан жалықпайтын музыканттың тығыз кестесінен уақыт тауып Алматыға арнайы ат басын бұруы дәстүрлі Жапон күзі фестиваліне ерекше әр берді. Қазақстандық музыканттармен бірлесіп халық композиторларының туындыларын назарға ұсынған Кен Айсо біздің әуенге ғашық болып қалғанын айтады. Бұл туындыларды әлемдік сахналарға да алып шығу жайын ойластырып жүр екен. Стараемся, чтобы жапониялық қонақтарды мәдениетімізбен таныстыруға тырыстық. Оларға қазақ тіліндегі туындылардың кейбірін жаттап алуға ұсындық. Оны меңгеріп кетуі қиын болды, бірақ үйрету қолдан келді. Кен Айсо бізбен сұхбат барысында біраз сыр ашты. Айтуынша скрипканы меңгеруді ерте жастан бастауы балалық шағын ұрлаған. Есесіне, бүгін ол әлемдегі ең бақуатты музыканттардың бірі. Болмашыға уақыт бөлмеуінің арқасында қазір ол төрткүл дүниенің өзіндік қолтаңбам жеңіске жетуіме жәрдемдескен сияқты. Қазылар отандық жас сәнгерлердің намысын Римде қорғауға Лина Парфентьева лайық деп тапты. Менің жасаған дүниелерім ыңғайлы, күнделікті киюге лайықты. Ұтымды болғаны үйлеспейтін ашық түстерді сәйкестендіре алғандығымда шығар. Бұл подиум 300 жас дизайнердің ішінен ілгері шыққан біразына халықаралық сән сахналарына жолдама берді. Тіпті оларды енді келер жылғы Қазақстан Fashion Week-тен де тамашалайтын боламыз. Отандық дизайнерлердің қатары да толықты. Әдема Сейфулла, Рыспай Ақыш, ревю жаңалықтары. Сайгүлік мініп аламанның алды болу, күші мен ақылына сүйеніп, жеңіс дәмін тата білу қазақтың 1000 жылдық болмысы. Тарас төрінен естілген тұлпарлар дүбірі мен атан түйені салмақ көрмес палуандардың өнері қазақ хандығының 550 тойының құты болды. Мыңдаған жанкүйердің жүрегін тулатқан көшпенділер шоуына ревю бағдарламасы да баруды ұмытқан жоқ. Қазақ хандығының 550 жылдық тойынан ұлттық спорттық ойындар шет қалмады. Тойға келушілерді әнмен қарсы алған ұйымдастырушылар көпшіліктің құмарын тарқату үшін көкпар, жамбы ату, теңге елу сынды ұлттық ойындарымыздан керемет көшпенділер шоуын жасады. Тараз қаласының шетіндегі атшабар алаңына сыймаған жұрт ат құлағында ойнаған шеберлердің өнеріне тіпті қыр басынан көз тіккен болатын. Мерекелей келгендерде мейірлі шуағын аямаған күннің астында қаны тасыған жұрт 80-ге таяп қалған шабандоздың өнеріне тәнті болды. Серкені жерден сескенбей ілуден 20 жасар жігітті қапы қалдыратын 80-ге таяған ақсақалдың ат үстіндегі қимылдары жылқы құмар ағайынды бір марқайтты. Бұл сергектігімен жас кезімнен осы атқа құмар болдым. Атпен көкпар жабы сол 80 жылдан 91 жылдың Союздың Қазақстан командасының капитаны болдым. Атты игере білудегі икемділігін көрсеткен жігіттерге алақаны қызғанша қол соққан көпті енді сәйгүліктердің сайысы қарсы алды. Қазан аттардың тұяқ дүбірін естігенде ішкенасын жерге қоятын көпшіліктің назары ұшқыр жарыс, топ бәйге, аламан бәйгеге келген тұлпарларда болатын.
Киелі Тарас төрінде жатқан қазақ хандығының 550 жылдық мерейтойы ұлттық спорт ойындарымен жалғасын табуда. Ал ең қызықтысы 31 шақырымдық аламан бәйге бірінші орынға 10 миллион теңге. Ал жүлделі орын болса жетеу. Республиканың түкпір-түкпірінен келген қанатты тұлпарлардың шабысын қызықтауға Атшабар алаңына 10 мыңнан астам халық жиналып отыр. Мәреге қарап, өз тұлпарының тілеуін тілеген мыңдардың үміті әркімнің өз ішінде. Той ал атсыз той емес. Оның үстіне қазақ хандығының 550 жылдығы дегенде, бұл нағыз ат ойындарының салтанат құратын жері. Енді бүкіл алталастың алты бұрышынан небір аттар, небір тұлпарлар келіп жатыр. Жаңағы бәйге тегіп отыр. Зита келіп жатыр. Ұшқыр жарыстан үздік шыққан тұлпар 3 миллион дейіншіледі. 21 шақырымдық топ бәйгеде Әлинұр Назарбаевтың екі тұлпары үздіктер қатарына кірді. Құны $75 мың тұратын қозы-күрең жүйрігі топ бәйгеде топ жарып 5 миллион теңгені жеңіп алды. Той төресі төрде отырады. Ұлы дүрмектің эстафетасы қақпақ жауырынды балуандарға да келіп жетті. Тараз қаласында өткен Еуразия барысын тамашалауға келген жұртта есеп жоқ. Әлемнің 8 елінен қатысушылар келген сайыста бәсеке өте жоғары болды. Қазақ күресінен қаржы аямайтын демеушілер бұл жолы қоржын аузын буып қалған секілді. Қазақстан барысынан қанжығасына $150 мың байлаған. Осы жолы ел туын алып шыққан Бейбіт Ыстыбаев ақша үшін белдесуді ар санайтынын айтты. Тек қана мәселе ақшада емес, бұл жерде елдің намысы, жердің намысы, халқың ең бірінші халық көк туымыз тұр. Сол бізге ең бірінші көк туым желбіресе, содан басқа ақшада бақыт деген жоқ деп ойлаймын бұл. Өзіміздің күресімізді еліміздің ішінде дамытып алуымыз керек. Нөмір бірінші спорт қылуымыз керек. Және қыруар ақша бөлініп жатыр үкімет тарапынан. Сол ақша көбінің бөлігі еліміздің ішінде қалу керек. Өзіміздің азаматтарымыздың қанжығасына байлану керек деп ойлаймын. Үшінші орынға таласқан грузиялықтар ресейлік палуандарды қапы қалдырды. Финалда Қазақстан Өзбекстанның белді жігіттерін 5-2 есебімен тізе бүктірді. Жеті салмақ дәрежесінде сынға түскен палуандар боз кілемнің шаңын қақты. Қап тауынан келген грузиялықтар 3,5 миллион, ала шапанды өзбек ағайындар 7,5 миллион теңге алып қайтты. Бейбіттің салмағын басқан Айбек Нұғымаров өзбек палуанына тізе бүкті. Осылайша егеменді елдің ерен ұрпақтары ақ ниетін ағытып, қаны тамырында тулап, баба мұратын орындап, көңілі теңіздей шалқып, өткерген ұлы той өз мәресіне жетті. Келгенде арманда, келмегенде арманда. Серік Ноянбайұлы, Ерлан Абдуалиев, ревю жаңалықтары. Катардың Доха қаласында бокстан өтіп жатқан әлем чемпионатында қазақстандық Қосбірдей Бұлғары қолғап шебері финалға шықты. Риода өтетін Олимпиада жолдамасы сарапқа салынатын бұл бәсеке қазір күллі әлем назарында. Ел үмітін арқалап кеткен біздің жігіттердің жеңісі туралы тілшіміз тарқатады. Қазақстан Дохада өтіп жатқан 2015 жылғы әлем чемпионатына 8 боксшы аттандырған. Құраманың бас бапкері Мырзағали Айтжанов жігіттермен 4 Олимпиада жолдамасын 2 алтын медаль алуды мақсат еткен болатын. 69 келіде өнер көрсеткен Данияр Елеусінов жартылай финалда әзірбайжандық Парвиз Бакировты айқын жеңсе, ауыр салмақтағы Иван Дычко өзбек боксшысы Бахадир Джулаловты 2-1 есебімен ұтып Олимпиада жолдамасын қанжығаларына байлады. Финалда алтын үшін Данияр Марокко спортшысы Мухаммад Рабимен, Иван болса француздық Тони Йокамен таласқа түседі. Қос боксшымыз алтын еншілеп абыроймен ораларына қалың ел үлкен сенім артып отыр. Жер бетіндегі миллиондардың сүйікті қаһарманына айналған отандасымыз Геннадий Головкинге арналған жаңа бейнебаян шықты. Америкалық рэп орындаушылары Марио Руиз бен Омар Круздың бұл жерлесімізге арнаған үшінші музыкалық туындылары Соғыс құдайы деген атпен тарту етілген композиция желбіреген көк байрағымыздың фонында орындалады. Ән 17 қазанда бокс меккесі саналатын Мэдисон Сквер Гарденде Головкин мен Давид Ламенің чемпиондық белбеулері сарапқа түсетін жекпе-жекке арнайы жазылған. Геннадийдің кәсіпқой бокстағы мансабында бұл канадалық ең мықты қарсылас болып отыр. Отандасымызды қолдау мақсатында қазақстандық әскерилер де сый жасап 3G әріпін бейнелеп сап түзеген болатын. And now, ladies and gentlemen, hailing from Karaganda, Kazakhstan. Әскерилеріміз елге тағы бір тарту жасады. Оңтүстік Кореяның Мунгён қаласында өткен бүкіл әлемдік әскерилер ойында Қазақстан қарулы күштерінің құрамасы 130 елдің арасынан 12-ші орынға тұрақтады. Мықтылардың қатарына енген біздің сарбаздар барлығы 13 медаль, 4 алтын, 3 күміс және 6 қоланы қоржындарына салған. Қатардағы жауынгерлер боксшы Елдос Сарқолов, Асланбек Шымбергенов, таеквондодан Нұрсұлтан Мамаев, еркін күресте Мейрамбек Айнағұлов алтыннан алқа тағынды. Әскери қызметкерлер арасындағы айтулы бәсеке Олимпиада ойындары секілді 4 жылда бір рет туын тігеді. 11 спорт түрінен өткен 8500 спортшы қатысқан бұл додаға Қазақстан үздік 58 әскериді баптап әкелген. Серік Ноянбайұлы, ревю жаңалықтары.
Біз бағдарламаны әрі қарай жалғастырамыз. Елдегі телевизиялық жобалардың дамуына үлес қосып жүрген танымал тележүргізуші, белсенді блогер Асхат Садырбай екінші рет шаңырақ көтерді. Бір қызығы күйеу жігіттің достары жас келінді той үстінде бірінші рет көрген. Журналистің отау құрған туралы жаңалықты естіген Казнет қолданушылары екіге бөлініп пікірлерін жаудырды. Беті ашылып, босағаға аттаған ақ келінді күйеу жігіт жақын достарымен бұрын соңды таныстырмапты. Отандық жұлдыздардың өміріндегі елең еткізер жаңалықтарды бұқараға бірінші боп жариялайтын Асхат мырза жеке өміріне қатысты құпияны ешкімге тіс жармай сақтаған екен. Танымаймын да, көрген жоқпын да, Асхат көрсетпейді бізге. Шындайдан білмеймін. Бүгін бірінші рет көріп отырма едім. Асхат жалпы ондай нәрсені былайша айтқанда афишировать ете бермейді. Танымайсың деді, көресің ғой тойда деді, болды. Асхат Ерке Есмаханмен ажырасқалы бері жеке өмірін құпия ұстауды жөн көрді ме екен, кім білсін. Ал сырт көзден жасырып жүрген ендігі жарын көпшілікпен тек отау құрар алдында таныстырды. Жұбайымның жанында көріп тұрсыздар, есімі Айғаным. Мамандығы болашақ логист, яғни тасымалдауды ұйымдастыру және көлік қозғалысын басқару. Меркі қаласының Ақтоған ауылының тұрғыны, тумасы. Алматыда таныстық, осы Алматыда қазіргі таңда бірге тұрып жатырмыз. Жаңалығын Асхат мырза Инстаграм арқылы тойға бірнеше сағат қалғанда жариялады. Бұл жаңалық жұртты бейжай қалдырмады. Екінші рет отбасын құрғалы жатқан журналистің оқырмандары қақ жарылып, бірі даттап, бірі жақтауға білек сыбана кірісті. Еркеша екеуінің мінездері сәйкес келмеген шығар, бақытты болсын. Асхаттың әйелі Еркеде красавицаға жету қайда? Еркемен ажырастым деп үйленбей қоймайды ғой, өмір жалғасып жатыр. Бақытты болсын. Бір-бірлеріңізді адаспай тапқан қосақ қу секілді. Махаббат айдынында бірге жүзе беріңіздер. Таяқтың бір ұшы Асхаттың экс-жұбайына да оңдырмай тиді. Ерке де қарап отырмай дүрліккендерге кеткен күн өткен өмірдің еншісінде деп жауап қатты. Бұл кісімен ортақ шешімге келіп ажырастық. Бала үшін де бірге тұру мүмкін емес жағдай бастан өтті. Асхаттың қуанышына ортақтасып, өмірдегі де, өнердегі де ағасы Лұқпан Жолдасов келді. Тек өнерін паш етумен шектелмей, жас жұбайларға қандай сый арқалап келгенін де айтты. Өзіміздің өнердің ортасында бір өзіміздің определенный бір неміз бар. Ставкамыз бар деп атсақ. Соны бәріміз кішкене болса жас семьяға не болсын деп конвертпен бере салған дұрыс көреміз негізінде. Қош, ең бастысы қазақ отбасыларының саны тағы бір жас отаумен толықты. Көп балалы болу кез келген ер азаматтың арманы деп ойлаймын. Сол арманымызды іске асыру енді алдағы мақсат. Ендеше жас жұбайлар қазақтың санын көбейтуге де үлес қосады.